Так, экраным көрініп тұр, даусым шығып тұр ғой да? Иә. Кеттік ендеше. Так, бізде жіберілген слифтар бар етін, сонымен құралған более-менее нұсқа бар. Қазір мен соны талдай қояйық бүгіндікке. Егер сұрақтарым болса, либо мен тез сөйлеп кетсем, онда айта қойсыңдар болады, хорошо? Так, кеттік. Бірінші, нақты сандар емес, бізде сандар емес, мұнда бізде цифрлар. Цифрлар. Тек қана тақ цифрдан тұратын, тек 5-ке еселі болатын 4 таңбалы сандар нешеу цифрлар қайталанады дейді. Қайталанады дегенді ескеру керекпіз бізде. Сонда енді ала қойып қараңдар, бізде тақ қанша сан бар? Цифр бар. 1 бізде бар, 2 бар, 3, 5, 7 және 9 бар, е? Барлығы қанша цифр? 5 цифр бар бізде. 5 тақ цифр бар екен бізде. Енді біз не істейміз? Бізге 4 цифрлы, яғни 4 таңбалы сан керек. Міне, 4 таңбалы сан керек. Енді қараңдар, сонда бізде цифрдың басы 5-ке еселі деп тұр. Яғни цифрдың басы бізде мынау 5 санда бола алады, е? 1, 3, 5, 7, 9 да бола алады. 5 сан. Мына жерде де бізде 5 сан бола алады. Мына жерде де бізде 5 сан бола алады. Бірақ бізге 5-ке еселі болу үшін бізде санның соңы 5-ке аяқталу керек қой. Сондықтан соңында тек қана бізде бірақ сан қоя алады екенбіз. 5-ті қоя аламыз. Сонда қалай болады бізде? 5 көбейту 5, көбейту 5, көбейту 1 бола қояды. Сонда көбейтетін болсақ, бізде 125, так, 125 бола қояды екен. Сонда жауабы бізде 125 сан екен. Түсінікті ма есеп? Соңына неге бір қойдық апай? Қара, бізге есептің шартында айтып қойған ғой, 5-ке еселі деп, иә? Ал бізге қандай сандар 5-ке бөлінеді? Тек қана 5-пен аяқталатын сандар емес пе? Ал бізде тек қана тақ сандардан тұратын болса, 5-пен аяқталатын бізде тек қана 5 бар. Сонда біз оны 5-ке бөлу үшін біз мынау алған кез келген санымыз 5-пен аяқталып тұру керек екен. Біз сондықтан соңында бірақ цифрды алдық. Ол жағы біздің 5 санымыз. Түсіндіре алдық? Апай түсінікті. Келесі бізге тура осылай, мына жерде тағы да бізде цифр. Тек тақ цифрдан тұратын, мына аралықты есімізге сақтап аламыз. Аралығындағы 3 таңбалы сандар саны қанша дейді бізге. Так, біз тағы да не істейміз? Бағана бізде 5 санымызды мында тағы еске салып жазып ала салайық. 1, 3, 5, 7, 9 саны. Біздің 5 цифрымыз. 5. Енді бізде уже мына жерде 3 таңбалы. Міне, ортасынан бөлеміз, 3 таңба кетті. Енді қараңдар, бізде 120 мен 260-ның арасында болса, бізде бірінші санымыз неден басталу керек? 1-ден басталатын, бірақ сан емес па, е? Міне. Осы аралықтар жататын тақ болу үшін бізде тек қана бір саны. Бір саннан ғана басталады. Ал қалғандары міне 5 санның өзін құрай береді. Одан кейін біз мына кез келген 5, 7, 9 деген санды қоямыз. Бірақ басы міндетті түрде бізде неден басталу керек? 1-ден басталу керек. Себебі бізде мына аралықта бізде санымыз жату керек екен. Сонда не істей қоямыз? 1 көбейту 5 көбейту 5. Сонда бізде ықтималдығымыз 25 цифрмен шыға қояды екен. Бізде осындай 25 цифр бар екен. Есеп бойынша сұрақ бар ма? Кеттік. 3 раушан мен 5 қалампырдан жиналған 32 гүл шоқтары жиналды дейді. Барлығы 134 гүл болса, раушан гүлі неше дана болды дейді бізге. Несеміз біз бірінші теңдеу құрайық. Бізде не дейді? 3 раушан мен 5 қалампырдан жиналған 32 гүл шоқтары жиналды. Барлығы раушан гүлі және дана гүлі қанша болды дейді. Яғни бізде бірінші раушан гүлі мен раушан бізде X болсын. Ал қалампыр бізде Y болсын. X пен Y-тің қосындысы бізде 32 гүл болсын, е? Ал 3 раушан, яғни 3X қосылған 5 Y-міз бізде жағы 134 гүл болсын. Не қыламыз? Осыны шеше қоямыз. Біріншісінен біз X-мізді өрнектеп алайық. Яғни не болады бізде? 32 минус Y бола қояды. Осы X-мізді аламыз да мына жерге қойып жібереміз. 3, 32 минус Y плюс 5Y тең болады бізде 134-ке. Так, 96 минус 3Y
плюс 5y тең болады 134-ке. Мына екеуі бізге 2y-ті береді. Мынау 96-мызды мұнда жіберейік. 134-тен 96-ны азайтқанда бізде қанша бола қояды? 26 бола қояды, 26 шыға қояды. Сонда y-іміз біздің так, лимит жазып тұрмын ба? 28 емес апай. Так, бір минут. 134-тен азайтамыз 96-ны. 38 екен. 38. 38. Сонда 38-ді бөліп жібереміз 2-ке. 19. Сонда бізде y-іміз 19 екен. Қалампырдың саны. Енді так, біз x табу керек. Біз x не істейміз? Мына жерден азайтып таба қоямыз. 32-ден 19-ды азайтып жібереміз. Сонда бізде 13 гүл шыға қояды екен. Сонда 13 және 19 екен бізде. Түсінікті ғой есеп. Теңдеу құратын есеп өте. Келесі, Алматы мен Қарағандының арасында жігер 10 сағатта жүріп өтті дейді. Бізге уақыт берілген. Қайтарда жүрген жолының 40%-ын бастапқы жылдамдықпен дейді. Бастапқы жылдамдық. Ал қалған жолын 2 есе арттырып жүрді дейді. Жігердің қайтардағы жолы барардағы жолының неше процентін құрайды дейді. Біз өзіміздің бір 100%-тік жолымыз болсын мұндай бір. Біз соның, яғни 40%-ін немен жүреміз біз? Жаңағы 40%-ін бастапқы жылдамдықпен жүреміз. S1-мен жүреміз. Ал қалған, яғни 40%-тен қанша процент қалады бізде? 60%-ін біз 2 есе көп жүреді екенбіз. Енді осыны есептей алайық. Яғни біз бірінші былай істейміз. Бізге не берілген? 10 сағатта жүретін ғана берілген. Бізде жылдамдықтың формуласы бар. Классикалық V тең S бөлінген T деген. Осяқтан біз S-іміз тауып алайықшы. Ол бізде V-ті бола қояды, иә? Тымыз бізге белгілі 10 сағат, сонда ол бізде 10V болады. Жалпы жағаға жүретін бізде не ол? Жүрген жылдамдықтың жолы, жігердің жылдамдығының жолы. Енді бізге айтады ең бірінші жағдайда бізге не дейді? Алдымен жолдың 40%-ын бастапқы V1 жылдамдықпен жүрді дейді. Яғни S1-іміз біздің не болады? 0,4 S болады. Ал біздің бағанағы S-іміз неге тең еді? 10 V-ға тең. Орнына қойып жіберем, сонда бізде 4 V жылдамдықпен жүрген. Мына жерде бізде 4 V жылдамдықпен жүрген. Енді біз T1 уақытысын есептеп алайық. T1 дегеніміз бізде не болады? S1 бөлінген V болады. Жылдамдық бізде бір қалыпты ғой. Енді бірінші жолда. Сонда не істейміз біз? 4V-ны бөліп жібереміз V-ға. Мына екеуі қысқарады. Сонда ол 40%-ын 4 сағатта жүріп өткен екен. Енді біз екінші жағдайды есептейік. Ол біз екінші жағдайда не деп айтады? Ал қалған мынау 60%-ын 2 есе V-мен жүреді. 2 есе V-мен жүреді. Енді соны есептей алайық. Сонда бізде S2-міз не бола қояды? 0,6 S бола қояды. Яғни мына жерге бірден келтірсек, ол бізде 6V деген сөз. Енді біз не істейміз? T-ны есептеп алайық. T2-ні есептеп алайық. Ол бізде қала бой қояды. Бізде 2 есе жылдамдықпен, S2 бізде қалады мына жерде 6V-мыз. Енді жылдамдығымыз бізде V емес, ол бізде 2V болады. Сонда S2-міз бізде 6V, жылдамдығымыз 2V, V-лар қысқарады да бізде 3 қала қояды. 3 сағат. Сонда енді аламыз да екеуіне жалпы сағатты T жалпыны есептейік. 4 сағатқа қоса қояйық біз 3 сағатымызды. 3 сағат. Сонда бізде жалпы 7 сағатта қайтқан екен. Мынау біздің соңғы жауабымыз бола қояды. Есеп бойынша сұрақ бар ма? Жоқ. Кеттік ендеше. Келесі, какой-то бір адам дейді, үйден шығып батысқа қарай 300 метр, солтүстікке қарай 150, шығысқа қарай 50 метр жүріп, потом сол жерден прямой үйіне барған дейді. Жалпы қанша метр жүрген дейді. Бізде солтүстік мына жақта, иә? Солтүстігіміз, мына жақта біздің шығысымыз, мына жақта біздің оңтүстігіміз, оңтүстік, мында біздің батысымыз бар. Енді бізге бірінші не дейді? Үйнен шығатта, үйнен шығып батысқа қарай, үйнен шықты, батысқа қарай ол бізде 150 метр жүреді. Батысқа қарай 300 метр жүреді. Мына жерде ол 300 метр жүреді. Келесі не дейді бізге? Солтүстікке қарай 150 метр жүреді. Мына жерден солтүстікке қарай, мына жаққа қарай
150 метр жүреді. Келесі шығысқа қарай 100 метр жүреді. Ол мына жерге тоқтады ғой міне. Осы жақтан бастап шығысқа қарай шығыс бізде мына жақта. Мына жер значит бізде қанша болады? 100 метр болады. Одан кейін сол жерде мына жерге тоқтады ол шығысқа қарай жүріп. Сол жерден үйіне бірден барады прямой. Сонда жалпы қанша метр жүрді дейді. Сонда бізде мынандай бір фигура пайда болды, иә? Мынаны былай сызып қояйық биіктігі қылып. Сонда мына жер бізде 150 болса, мына жерде бізде 150 бола қояды. Бізде сонда мынау баратын жері белгісі мына жерді тауып алсақ, біз жалпы қанша жүргенін таба аламыз, иә? Мына жер бізде жалпы 350. Мына жер қараңдар. Мына жер мынаған түсетін болса, мына жерде бізде 100 болады. Мына жер яғни бізде 200 деген сөз. Енді аламыз да, мынау не бізде нені беріп тұр? Биіктік бізде всегда 90 градуспен түседі Пифагор теоремасы. Яғни не істейміз? Мына жерді табу үшін біз гипотенузасын табу үшін С квадрат тең. С квадрат тең түбір асты а квадрат қосылған б квадрат. Ал кеттік, сонда не істейміз? 150-ді квадраттаймыз, оған қосамыз біз 200-ді квадраттап. Так, сонда бізде қанша шыға қояды екен? Так, сонда мына жерден бізде 250 деген шығады екен. Значит, бізде мына жер 250-ге тең болады екен. Енді жалпы қанша метр жүрген есептейік. Периметрін есептейік, яғни 300 қосу 150 қосу 100 қосу 250. Сонда қосамыз, так, мынау бізде 300-400-ді береді. 400-400 жалпы бізде 800 метр жүрген екен. Міне мынау бізде соңғы жауабымыз бола қояды екен. Есеп түсінікті ғой? Иә. Так, сыныпта 30 оқушы бар дейді. Оның 14-і шахматқа, оны дойбымен айналысады. Және 8-і тоғызқұмалақ үйірмесіне, шахмет және дойбы үйірмесіне 6 бала. Дойбы және тоғызқұмалақ үйірмесіне 4 бала. Шахмат пен тоғызқұмалақ үйірмесіне 5 адам қатысады. Оқушылардың үшеуі барлық үш үйірмеге барса, үйірмелерге қатыспайтын қанша бала бар дейді. Біз бірінші бізде өзі 3 ақ не берілген, соған 3 дөңгелек сызып алайықшы. Мынау біздің дөңгелектеріміз, иә. Енді бізге бірінші біз былай істейік. Мына жерді біз шахмат деп алайық, мына жерді біз дойбы деп алайық, мына жерді біз жағағы тоғызқұмалақ деп алайық. Енді қараңдар, ең астынан бастайықшы, мына жерден. Үшеуіне де қатысатын біз 3 оқушыдан бастайық. Келесі 5 адам тоғызқұмалақ үйірмесіне де, шахматқа да қатысатын. 5 адам, мына жерде бізде 3 адам бар, значит, мына жақта не болады бізде? Мына жерде бізде 2 адам болады екен. Келесі не дейді бізге? Дойбы мен тоғызқұмалақ үйірмесіне 4 бала қатысады дейді. Дойбы мен тоғызқұмалақ үйірмесіне, значит, мына жерде бізде қанша бала болады? Азайтып тастасақ 1 бала болады. Келесі, мынаны кетірдік. Бізде енді не қалды? Шахмет пен дойбы үйірмесіне қатысатын 6 бала бар дейді. Шахмат пен дойбы 3 баланы азайтамыз, значит, мына жерде бізде 3 бола қояды. Жалпы 6 шығып тұр ғой, главное, мына жерде 5 шығып тұр, мұнда 4 шығып тұр. Енді бізге не дейді? 8-і тоғызқұмалақ үйірмесіне қатысады дейді біздің. Так, сонда мына жерде бізде қанша шықты? Мынаған қоссақ 5, мында 6 болады. Сонда бізде 8-ден азайтатын болсақ, тек тоғызқұмалаққа қатысатын бізде 2 бала болып шығады екен. Домбыраны не дейді бізде? 10 бала бізде домбыраға қатысады екен. 6, 7, значит, не істейді? Тек 3 бала ғана бізде домбыраға қатысатын болып шығады. Енді 14-і шахматқа қатысады дейді. Не істейміз? Мынаны қосайық. 3-ке 3-ті қосамыз. 6, 8, 14-тен азайтамыз, яғни тек 6 бала ғана бізде шахматқа қатысады екен. Енді мынаяқтағы балаларды есептеп шығайық. Сонда 6-ға қосамыз. Так, 3-ті бізге не дейді? Үйірмелерге қатыспайтын балалар саны қанша дейді. Так, осыны есептеп алайық. Сонда бізде жалпы қатысатын 30, қатыспайтындардың саны қосып шығатын болсақ, бізде так, қосып шығайын қазір. Сонда мынаның бәрін қосатын болсақ, бізде 20 болады екен. Азайтамыз, сонда 10 бала, бізде класстағы 10 бала ешқандай үйірмеге қатыспайды екен. Бұл бізде жауап болады. Все, есеп бойынша сұрақ жоқ ешкімде. Кеттік ендеше. Жоқ, апай. Бізде мынандай бір теңдеу беріліп қойған, иә. А-ның кубы деген. Бізде енді не істейміз? Мынаны алайық та,
мынандай екі теңдеу беріліп қойған. Біз бірінші бүйтейікші. Мынау бізде иррационал теңсіздік емес пе? Біз бұны а минус b-ның кубы деп аламыз да, мынаның тоже 3 дәрежесі қылып жіберсек, бізде не болады? Мына екеуі қысқарып кетеді. Мына екеуінде екі жақтан кубтап жіберейік. Сонда менде мына жерде 45-тің өзі қалып кетеді екен. Енді бізде а минус b-ның кубын ашатын болсақ, ол бізде а куб минус 3а квадрат b плюс 3ab квадрат минус b кубты береді. Енді минусын аламда, осы жерден біз алайықта. Сонда біз былай алатын болсақ, мынау 15, бізде мына жерден қысқарып тұр ғой. Мынау тура біздің осы формуламыз. Сонда осыған келтіретін болсақ, біз не істеп алай қоямыз? А минус b-ның кубы плюс 15 болып тұр. А плюс b-ның кубы бізде 45 қой. Сонда 45 қосылған 15 бізде 50-60 бола қоямыз. Сонда мынау арқылы біз осылай 60-та алып шығады екенбіз. Мына жерден бастап бізде формула болып тұр. Қысқаша көбейту формуласы. Қысқаша көбейту. Кеттік ендеше. Сұрақтарым бар болса тоқтатып қоя бересіңдер. Қыры 70 см болатын текшені бояуға 14700 грамм бояу кетті дейді. Екінші текшенің қыры біріншіден ұзынырақ және оған 43200 грамм бояу кетті. Екінші текшенің қыры дейді бізге. Біз бірінші бетик. Біз өзіміздің текшеміз салайық. Ол яғни бізде куб емес пе міне. Барлық қырлары тең. Бұл бізде осындай. Енді бізге не дейді? Оны 70 дейді. Мына жағының бәрі бізде 70 міне. 70 және де мына жағы бізде 70 болады. Полностью 70. Енді бізге не дейді? Нені есептеу керек біз ауданын есептеп алайық. Яғни қанша кеткен есептейік. Ол бізде текшенікі, яғни шаршаныкі 6а кубпен анықталады формуласы. 6 көбейтілген бізде ұзындығы 70-ге тең, 70-тің квадраты. Сонда тең болады ол бізге 29400-ге тең болады. Енді біз бұны есептеп алдық. Біз не істейміз? Бізге айтады 43200 граммға қанша кетеді және ол қанша ұзынырақ болады дейді. Яғни бізде 29400-ге пропорция емес пе? 14700 грамм кететін болса, сонда 43200 грамм бізге қаншаға кетті деген сөз. Яғни ауданы қанша кубқа кетті деген сөз. Осыны есептеп алайық. Сонда не істейміз біз? Былайынан көйтіп жүреміз. Мынаны көбейтеміз, мынаған бөле қоямыз. 43200-ді көбейту жерейік 29400-ге. Оны бөле қоямыз біз 14700-ге. Сонда бізде шыға қояды екен 86400 шығады екен. Яғни 86400 метр квадратты бояу үшін, сантиметр квадратты бояу үшін бізге 43200 грамм бояу кетеді екен. Енді бізге сұрақты не? Қанша текшенің қыры бар дейді, екінші текшенің қыры дейді бізге. Соны бізге есептеу керек. Енді біз мынаны а квадрат деп алдық қой. Біз оны былай алайық, мынау бізде S1 болсын. Мынау бізде S2-міз ғой тапқан. S2-мізді біз қырын v деп алайық. Сонда бізде не болады? 6v квадрат болады. Ол бізде 86400-ге тең. Не істейміз? V квадрат табу үшін 86400-ді көбейтіліп тұрған 6-ны теңдігінің жағына бөлінеді. Сонда бізде 14400 шыға қояды. Не істейміз? Екі жағын түбірінің астына салып жібереміз. 14400 болады мына жерде. 14400 бізде түбірінің астынан 120 болып шыға қояды. Сонда бізде текшеміз не болып тұр? 120 болып тұр. Яғни қыры 120-ға тең бізде текше болып шығады екен. Есеп түсінікті ғой. Апа жоқ. Айта ғой, қай жерін түсінбедің? Вообще түсінбедім. Қараң, бізге бірінші белгілі бір текшені берілген, яғни қырлары 70-ге тең. Енді бізге айтады, сол текшені бояуға дейді 14700 грамм бояу кетті дейді, наны полностью бояп тастауға. Бірақ біз оның қалай бояған білу үшін бізге оның ауданын тауып алу керек қой, яғни барлық бетінің ауданы. Мен алдымда бізде кубтың берілген формуласы бар, сол бойынша алдымда бірден есептеп алдым. Формуласын салып жібердім. Енді бізге айтады, осыдан үлкенірек текше алады да, оған бірақ 43200 грамм бояу кетіреді. Бірақ
сосын айтады бізге, енді біз не істейміз, екеуінің қатынасын алып бір текшеге қанша кететінін бізге есептеп алу керек. Сонда алдық та біз не істедік, егер бізде 29400-ге 14700 кететін болса, онда бізде белгілі бір текшенің ауданына жағағы бізге 43200 кету керек. Ол бізде белгісіз болып тұр. Мен не істеймін, мынаны аламын да пропорция арқылы бір-біріне көбейтіп жіберемін да, жаға x-ін тауып аламын. Яғни менде екінші кубтың ауданы неге тең екен? 86400 сантиметр квадратқа тең болып шығады. Енді біз тура бағанағындай ауданын тауып алған сияқты, бізге тек қана қыры берілді ғой. Ауданын тауып алған сияқты мен не істеймін? Мына жерде тура сол сияқты аламын да, формулаға салып жіберемін да, маған мынау белгілі болып тұр, маған бұл жолы мынау белгісіз болып тұр. Аламын да v-ді тауып аламын. Яғни бағана маған 70 деп берсе, екіншісінде маған уже 120 сантиметр болатын қыры куб берілген екен. Түсіндіре алдым ба? Болмаса кейінірек параққа жазып жібере қояйын. Қалғандығы түсінікті болды ма есеп? Иә. Так, арифметикалық ортасы 120-ға тең болса, онда x плюс y-дің мәнін табыңыз дейді. Біз бұны қалай шығарушы едік? Бірінші санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сан бар екен бізге. Арифметикалық ортасы деген не еді бізде? Сумма x илерді бөлеміз бір бөлінген n-ге. Бұл бізде жағағы неміздің арифметикалық ортамыздың формуласы. Алаяқта енді есептеп жүрек. Сонда 100-ді қосамыз 110-ға, қосамыз 140-ды, қосамыз x-ті, қосамыз 150-ді, қосамыз y-ді, қосамыз 100-ді. Не істейміз? Осының бәрін біз жағағы 7-ге бөле қоямыз. Ортасын табу үшін тең болады. Бұл бізде не дейді? Арифметикалық ортасы бізге 120-ға тең дейді. Мынаны 7-ні аламыз да, бөлініп тұрған 7-ні мұнда көбейтіп жібереміз. Мынаяқта x плюс y, қалған сандардың бәрі бізде 600 шығады. Қосып жіберсек, 120-ны 7-ге көбейтсек бізде 840 шығады. Енді не істейміз? Бізге x плюс y-ді табыңдар деген 840-тан 600-ді алып тастаймыз. Сонда бізде шыға қояды 240. Сонда x пен y-дің қосындысы бізде 240-қа тең болады екен. Өте жеңіл есеп. Кеттік ендеше. Так, AB және BA бізде 121-ге тең дейді. A тең болмаса 0-ге, B-мыз тең болмаса 0-ге, өрнекте ең үлкен екі таңбалы қандай сан бола алады дейді. Бізде бұрын мынадай бар еді, мысалы A мен B және B мен A дейді. Бізде ол не? Ондық бөлшек, ондық жаттағы, яғни екі саннан тұратын. Енді ол бізде қалай болады? Яғни 10 көбейтілген A белгілі бір сан, мына жерде тұрған кез келген сан 3 болуы мүмкін, 4 болуы мүмкін. Оған қосқанда B-ны, немесе 10 көбейтілген B қосқанда A-ны деген сөз. Екі мағынада кетеді. Енді қараңдар, біз екеуін осы өрнекте екі таңбалы санды қосқанда қандай болады дейді. Мынаған салып қой жіберейік сонда. 10A плюс B плюс 10B плюс A тең болсын бізде 121-ге. 11B плюс 11A бола қояды. Бұл бізде 121-ге тең болады. 11-ді жығын сыртына шығарсақ, 10A плюс B. Бұл бізде неге тең болады? 121-ге. Аламызда A плюс B-міз сонда 121-ді 11-ге бөлгенде 11 шыға қояды. Сонда бізде екеуінің қосындысы бізде 11-ге тең болатын. Қандай сан бар бізде? Ол бізде 9 және 2 саны, немесе 2 және 9 саны. Сонда ең үлкен болатын екі таңбалы сан бізде 29 немесе 92 болу керек. Бірақ бізде ең үлкені 92 ғой. Сондықтан бізге жауап ретінде біз 92 санын ала қоямыз. Мысалы, орнына қойып тексеріп көрейік. Міне 29 қосылған 92 қосып жіберсек, сендерге 121-ді береді. Өрнегіміз орындалып тұр. Так. Кеттік. Онда есеп түсініксіз болса сұрай қоярсыңдар. 2 жұмысшы 2 күнде 2 үстел жасаса, 6 жұмысшы 6 күнде қанша үстел жасайды дейді. Бізде яғни кесте қарайықшы. А, яғни жұмыс бізде жасалынған. Одан кейін n қуаттылығы жұмыстың жасалынған. Одан кейін келесі бізде уақыт, кеткен уақытты жұмысқа. Сызып алдық. Енді бізде не дейді? 2 жұмысшы
бізде 2 күн, одан кейін қанша жұмыс жасайды, жұмыс нәтижесінде 2 үстел шығады. Енді бізге айтады, қанша үстел жасайды дейді. Бізде жұмыс жасаны, қуат санымыз 6 болып қалды, уақытымыз 6 күн екен, бірақ нәтиже, яғни жасалынатын жұмыс үстеліміз бізге белгісіз x болып тұр екен. Яғни бізде ненің жұмыстың формуласы қандай, бәрін білетін n көбейтілген t. Енді не істей қоямыз, біз қатынасын ала қоямыз. Яғни a-ны a1 бөлінген a2, яғни бізде n1 t1 n2 t2 деген сөз. Бізде a1-дің орнына нені қоямыз, 2-ні қоямыз, a2-ның орнына x-імізді қоямыз. 2 көбейтілген 2 болады мұнда, 6 көбейтілген 6 бола қояды. Не істейміз, мына жерде қысқарататын заттарды қысқартып жіберейік. Бұлайынан 3 бола қояды. Сонда бізде не болады? 2 бөлінген x тең болады 1 бөлінген 9-ға. Осы жерден x табатын болсақ, мына екеуін бір-біріне көбейтеміз, мынаны былай көбейтеміз. X-ті 1-ге көбейтсең x шығады, 2-ні 9-ға көбейтсең 18 шығады. Сонда 6 күнде 6 жұмысшы бізде 18 үстел дайындап үлгереді екен. Так, есеп бойынша сұрақ бар ма? Жоқ болса кеттік әрі қарай. Тура сондай есеп. Так, бізге енді бірден формулаға қойып жіберейікші. a1 бөлінген a2 тең болады n1 t1 n2 t2. Так, жұмыс ұста дейді. Ұста бізде ол не болады? Қуат болады. 3 мұнда кетеді бірінші. 2 сағатта уақытсы мұнда кетеді, бөлінген 12 орындық бізде шыққан нәтижеміз, жасалған жұмысымыз. Келесі 5 ұста мына жерде. Одан кейін 30 орындық ол бізде жасалынған жұмысымыз. Бізге не белгісіз, қандай уақытта жасап біткендері. Алайықта мына жерде қысқартатын заттарды не істейміз? Так, бірінші көбейтейік онда. Былай көбейтеміз, мынаны былай көбейтеміз. Сонда бізде 30 көбейтілген 3 көбейтілген 2 болады. Мына жерде бізде 12 көбейтілген 5 көбейтілген белгісіз тымыз болады. 12-ні 5-ке көбейтеміз. 60 бола қояды бізде. Так, 90, 180, мына жақта бізде 60 т бола қояды. Т-ны табу үшін 180-ді бөлеміз 60-қа. Сонда 3 сағат болып шығады екен. 3 сағат па, 30 сағат па? 30 сағат. Яғни 30 орындықты дайындау үшін бізге 30 сағат керек болады екен. Мынау бізде формуламыз. Баянда 3 сағат емес қой. 60 қой. 60 қой, 6 емес. 180 бөлу 6 деп қойдыңыз ғой. Дұрыс. Сонда 3 сағат болады екен. 3 сағатта жасайды екен 5 ұста. Так, кеттік. Сыныпта 25 оқушы бар дейді. Әлихан есімді 3 бала бар. Сабаққа Әлихан мен сырым келмеді. Бүгін тақтаға Әлихан есімді оқушының шығу ықтималдығы қандай дейді. Уже ықтималдыққа кеттік. Бізде қандай формула есімізге түседі? Бірден m бөлінген m. Бізде m бізде ол қандай? Жалпы жағдайымыз. Ал n бізге керек жағдай. Бізге керек. Ал кеттік. Енді былай істей қоямыз біз. Бізге не дейді? Сыныпта 25 оқушы бар, ішінде Әлихан есімді 3 бала бар дейді. Енді Әлихан мен сырым келмесе, тақтаға Әлихан есімді оқушының шығу ықтималдығы қандай дейді бізге. Біз былай істейік. Бізде n жалпы 25 оқушы бар ғой, соның ішінде бізде жағағы Әлихан мен сырым келмесе 2 оқушы, сонда бізде 23 оқушы қалып кетті жалпы класста. Бізге керек жағдайда. Енді бізге Әлиханның шығуы керек қой. Әлихан бізде ол жалпы 3 Әлихан бар, ал тек қана бір Әлиханның шығуы бізде бірден азайтып тастаймыз. Сонда 2 қалады. Бізге керек жағдай 2 жағдай болып қалады. Енді не істейміз? П-ны табу үшін жағағы 23-ті бөліп тастаймыз 2-ге. Мынау біздің Әлиханның тақтаға шығу ықтималдығы болып шығады екен. Так, есеп түсінікті ма? Сұрақ болмаса кеттік ары қарай. Үйірмеде 12 қыз бар дейді.
Тренер 6 қыздан тұратын команда шығармақшы және 2 қыз міндетті түрде командаға кіреді дейді. Тренердің 6 қыздан тұратын команданы құру тәсілдері дейді. Бізде не істеп тұр? Мына жерде теріп алып тұр. Бізде қандай формула пайдаланатын едік? M, мына жерде жоқ, мына жерде n, бізде мұнда m тең болады n факториал, астында бөле қоямыз, m факториал n минус m-нің факториалы. Так, бізде факториал деген не еді? Есімізге бір түсек, мысалы 5 факториал десе, яғни бізге 5-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі деген сөз. Мынау бізде факториалдың түсініктемесі. Так, енді бізде жалпы жағдай n. 12 қыз бар. 6 қыздан тұратын команда шығармақшы, 2 қыз міндетті түрде командаға кіреді дейді. Тренер 6 қыздан тұратын қанша команда құру тәсілі бар дейді. Бізге командаға құру үшін 6 қыз керек қой, яғни ол бізге керек жағдай. Міне, ол біздің m-іміз жағағы 6 жағдай болады. Енді мына формулаға қойып жібереміз. Бізге оқушылардың арасынан 2 қыздан теріп алу керек болып тұр. Ал кеттік сонда. S 10, мынаяқта бізде 6 болады. Орнына қоямыз 10 факториал. Қараңдар. Мен айтпаппын ғой, 2 қыз міндетті түрде командаға кіреді деп тұр. Яғни бізде не болады? Міндет жағдайымыз 2 қыз уже кіретін болса, бізде мынаяқта 2 міндетті емес қызды алып тастаймыз ғой. Сонда 10 оқушының ішінен бізге теріп алу керек болып тұр. Сонда бізде мында 10 факториал болады. Кеттік, орнына қояйық 10. Мына жерде бізде не болады? 6 факториалдың өзі болады. 10-нан 6-ны азайтамыз, мұнда бізде 4 факториал болады. Мына жерде 10 факториал. Енді не істейміз? Мен мынаны 6 факториал көбейтілген 7, көбейтілген 8, көбейтілген 9, көбейтілген 10 деп алайыншы. Мына жерде 6 факториал болсын. 1, 2, 3, 4 болсын. Мынау мен мынау менде қысқарады. Мынау мен мынау қысқарып кетсін менде. Мына жерде 2 қалсын. Мынау мен мынау қысқарсын. Мына жерде менде 3 қалсын. Және мына мен мынаны қысқартып жіберейін. Сонда менде не қалды? 7 көбейтілген 3 көбейтілген 10 қалды. 30, сонда 210 таңда 10 қыздың ішінен 6 топ бойынша 210 рет таңдай алады екен. Бұл бізде жауабы. Яғни формулаға қойып таңдаймыз. Так, кеттік. Ендеше ары қарай сұрақтарым бар болса тоқтатып қоя қойыңдар, хорошо? 4 ойыншықты 5 краскамен бояудың қанша тәсілі бар дейді бізге. 4 ойыншықты бізге айтпаған, таңдап ал, бояп ал деп не істейміз? 4-ті көбейтеміз 5-ке, сонда бізде 20 бояудың тәсілі бар екен. Яғни 4 ойыншықты, мысалы бір ойыншықты да біз 5 түспен бояламыз, екінші ойыншықты біз 5 түспен бояламыз, үшінші ойыншықты да біз 5 түспен бояламыз, төртінші ойыншықты біз 5 түспен бояламыз. Сонда не істейміз? 4-ке 5-ті көбейтіп жібереміз. Сонда бізде жағаға 20 тәсіліміз шыға қояды екен. Тәсіл. Кеттік. ABCD тіктөрт бұрышына шеңбер іштей сызылған дейді. Бұлай ABCD деген берілген, бізге басы қабырғасының ұзындығын табыңдар дейді. Міне бізде бір шеңбер болсын. Осының сыртына бізде не сызылсын? Тіктөрт бұрыш. Тіктөрт бұрыш болсын. Осындай бір тіктөрт бұрыш болсын бізде. Так, енді біз бұлай AB деп алайық мына жағын. ABCD болсын. Бізге не дейді? AD-мыз 4 см дейді. AD 4 см. AB-мыз бізде 3 см. CD-мыз 10 см. Бізге мына жерді X қып белгілеп алып, осы жерді табу керек болып тұр. Енді бізде тіктөрт бұрыштарда қандай ереже бар? Қазір жаттап жатсыңдар кейбірің. Мынау қабырғаларының қосындысы мына екі қабырғасының қосындысына бізде тең болу керек. Сонда AB қосылған DC тең болады. Бізге не болады? AD қосылған BC-ға. Енді кеттік, орын-орнына қойып жібереміз сонда. AB бізге 3-ке тең, DC-мыз бізде 10-ға тең. Тең болады. AD-мыз бізде 4-ке тең, BC-мыз X болып тұр. 13 тең болады 4X-ға. X-мыз неге тең болады? 13 азайтылған 4-ке. Сонда не істейміз біз? 13-тен 4-ті азайтамыз, 9 бола қояды. Сонда бізде BC-мыз 9 см болған екен. Мына жер сонда бізде 9 болған екен. Так, есеп бойынша сұрақ бар ма? Мынаны жаттап аламыз. Мына. Яғни қалай? Мынау қабырға мен мына қабырғаның қосындысы мына екі қабырғаның қосындысына тең болады. Осыны жаттап алыңдар. Біраз жерде керек болады. Так, кеттік.
тік параллелепипедтің табанының қабырғасы 8 сантиметр болатын ромб дейді. Бүйір жағы квадраттар дейді бізге. Параллелепипедтің бүйір бетінің ауданын табыңдар дейді бізге. Бірінші фигурамызды салып алайық. Бізде ромб деген қандай еді? Мынандай фигура емес па? Енді бізде не дейді? Тік параллелепипед дейді. Яғни былайынан жүргіземіз. Мына жақтан да бізде не шығу керек? Бір ромб шығу керек. Табанда не жатыр? Бізде ромб жатыр. Яғни мына жерге мен сіздерге тағы бір ромбтың суретін салып қояйын. Енді бізде оның бүйір бетінің формуласы бар, яғни берілген. Бірінші біз табанын тауып алайықшы. Бізде оның табаны мына жерде бізде ромб болып тұр, мына жерде ромб болып тұр. Санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, одан кейін үстінде бізде 6-шысы бар. Сонда бізде формуласы қалай болады? Біз бірінші мына бүйір бетінің ауданын тауып алайық, мына жердің. Бізде S бүйір беті тең болады, жаттап атсыңдар, не болады? А квадрат болады. Яғни ол дегеніміз бізде 8-дің квадраты. 64-ке тең. Енді S-тің толық бетін табатын болсақ, не істей қоямыз біз? 6-ны, мынау бізде 6 неден тұр ғой бүйір бетінен. Сонда 6-ны көбейтеміз біз жағағы 6-ның 8-дің квадратына. 6 ауданнан тұрады ол бізде. Сонда 6-ны көбейткенде 64-ке. Да бізде 384 шыға қояды екен. Міне мынау біздің жауабымыз бола қояды екен. Фигураны салып аламыз, көзімізге елестетеміз, геометриялық формуланы жаттаймыз. Сол кезде шығара қоясыңдар есепті. Сұрақ жоқ қой есеп бойынша? Мен түсінбедім, неге 8 қолданылды. Міне 8 сантиметр берген ғой бізге. Табанның қабырғасы деп. Міне. Мына жерде бізде 8 деп берген. Бүйір жағын бізге квадраттар деп берген міне. Сен. Кеттік ендеше. 2 ойын сүйегі лақтырылды дейді. Сүйектердің жоғарғы жағында шыққан сандардың әртүрлі сандар болу ықтималдығын табыңдар дейді бізге. Қараңдаршы, бізде бірдей сандар қандай ол? Бізде ойын сүйегі 6 жақтан тұрады, е? Міне, бұндай кубик қой, 6 жақтан тұратын. Міне 1 жағы 2, 3, 4, 5, 6 жағы бар. Енді бізде сонда 6 жағы болса қандай сандар болуы мүмкін? 11, 22, 33, 44, 55, қайталанатын 66 деген сандар болуы мүмкін. 2 таңбалы деп тұр бізге. 2 ойын сүйегінде бірдей түсетіндей. Енді қараңдар, бізде тағы да қандай ықтималдықтың формуласы? M бөлінген N. Енді бізге не істейміз? Біз бірінші бізге керек жағдайды есептеп алайық. M бізге керек жағдай. Ол бізде міне 6 жағдай бізге керек. Түспеуінің деп тұр бізге. Сонда қараңдар, 36. Барлығы 36 болады ғой. 6 жақтан 2 болып тұр. 6 жақтан 2 болып тұр. Сонда 36 екеуі де. 36-тан мен керек 6 жағдайды алып тастаймын. Сонда менде 30 қалды. Енді аламда мен не істеймін? Менде жалпы жағдайдың саны 30 маған керек. Ал жалпы жағдай 36. Сонда маған түсетін ықтималдық 36-тан 30 бола қояды екен. Не істедім? Бірінші маған керек емес сандарды алып тастадым. 6 сан. Осылайдан есептей қоямыз. Ол жақта осылай есептелетін болса. Бізде әлі уақыт бар екен. Соңына қалдыра тұрайық. Не дейді бізге? Ұзындығы 8 метр, ені 6 метр, биіктігі 10 метр болатын параллелепипедтің қабырғасы 2 метр кубтан кесіліп алынды дейді бізге. Енді кесілген кубтар бірінің үстіне бірі қойылғанда пайда болған мұнараның жалпы биіктігін табыңдар дейді. Бізге бірінші бір параллелепипедті береді. Осының қарандар бейтіп, қырынан бейтіп қырқып алады, мұндай жерін. 2 метр кубтарды қырқып алады, үстіп. Үстетті не істейді? Мынандай бір мұнаралар соғады міне. Мынандай бір неден тұратын, кубтардан тұратын мұнаралар соғады. Осының бізге не дейді? Биіктігін табыңдар. H осы қанша болады дейді бізде. Біз бірінші бейтейікші. Мынаны көлемін тауып алайықшы. Қанша кубқа бөліп тастайтын білу үшін бізге көлемі керек қой, дұрыс па?
не істейміз? Бізде параллелепипедтің көлемі қандай формуламен? А, Б, С. Яғни мына жердің және мына жердің көбейтіндісі. Бізде не дейді? 8-ге, 6-ға және 10-ға тең деп беріп қойған. Көбейтсек, бізде 480 шығады. Енді бізге мынау кесіп алатын кубтікі керек. Кубтікі бізде қалай болады? Онда қабырғалардың бәрі бірдей емес, ол бізде А куб бола қояды. Сонда ол бізде 2 метр берілген, 2-ның кубы бізде 8-ге тең. Енді біз оның бөлетін сандарын тауып алайық. Не істейміз? 480-ді 8-ге бөлеміз. Сонда біздің параллелепипедімізді 60 кубқа бөле алады екен. 2-де 2 метр болатын. Енді біз не істейміз? Осыны алаяқта биіктігін табайық. Не істейміз? Жағағы осындай 60-та 60 болатын. Мынау бізде 60-та 60, міне. 2-де 2, мынау бізде 2-де 2, мынау бізде 2, мынау бізде 2. Осындай бізде 60 куб бар. Сондай биіктігін табу үшін мен 2-ні көбейту жеремін 60-қа. Сол кезде 120 метр болатын бізде не болады екен? Мұнара ма? Не деді? Мұнара пайда болады екен. Мұнара биіктігі болады екен. Осы есеп бойынша сұрақ бар ма? Жоқ. Так, онда сұрақ болмаса кеттік. Ой, болды, осымен бізде сұрақтар саны бітіпті. Так, мынаны қарай қояйықшы. Куб пішіндес қорапты диаметрі 60 метр болатын 64 шармен толтыруға болады дейді. Осы қорапты диаметрі 1/5 есе кіші болатын қанша шармен толтыруға болатын анықтаңдар дейді бізге. Біз бірінші диаметрін берілген какой-то бір шар берілсін. Бізде берілген бір шар, ол диаметрі деген бізде мына жер, ол бізде диаметрі. Ал соның жартысы бізде радиусты береді. Сонда біз радиусын тауып алайықшы. Радиус дегеніміз бізде не еді? Диаметр бөлінген 2 еді. Диаметріміз бізде 6 сантиметр, 6-ны 2-ге бөлек. Сонда ол бізде қыры бойынша, яғни 2 сантиметрден тұратын, 3 сантиметрден тұратын. Енді бізде шаршының көлемін есептейік. Шардың көлемін есептейік. Ол бізде қандай формуламен? 4-тен 3 пи кубпен анықталады. Так, сонда аламыз да есептейік. Так, 4 бөлінген 3 көбейтілген пи. Мынау r-іміз бізде 3 екенін таптық. Мынау 1 квадратпен мынау кетеді. Сонда 12 пи шығады бізде. Мына жерде куб. Сонда 12 көбейтілген 3, 36 шыға ма? 36 пи. Сонда бірінші қорапта бізде 36 пи бойынша жатыр екен. 64 шармен толтыруға болады дейді осындай. Сонда бірінші бізде не істейміз? N-ге көбейту жереміз. Жағаға 64 шарға бірінші жағдай үшін, яғни 36 пиге көбейтеміз 64-ті. Сонда бізде шыға қояды 2304 пи шыға қояды. Яғни біздің қорабымыз, кубымыздың пішіні осындай болу керек екен. Егер осы қорапты диаметрі 1/5 есе кіші болатын қанша шармен толтыруға болатын табыңыз дейді. Енді біз керісінше нені табу керек? Біз диаметрін 1,5 есе кішірейтеміз, яғни 6-ны 1,5 есе. Сонда бізде не бола қояды? 4 бола қоймай ма? 1,5 есе кішірейтетін болсақ. 6-ны, так, бұлай 2 дейінді. Менде какой-то бір диаметр 2 пайда болады. Ол менде бағанағыдан 1,5 есе кіші. 1,5 деген менде 3 бөлінген 2, 2 жоғарға көтеріледі, 12 бөлінген 3. Сонда менде 4 шыға қояды. Яғни енді диаметріміз біздің 4-ке тең екен. Мен не істеймін енді? Тура осыны керісінше орындаймын. Бірінші v-ны табам. 4-тен 3 пи, r-ім менде 4 болып тұр. 4-тің кубы. Так, 4-ті көбейтетін болсам, қорапты есекіш болатын қанша шармен толтыруға болады дейді. Мен диаметрінен кейін радиусын таппаппын ғой, мұнда 2 болады, қараңдар, мен шатастым. Радиусын тауып аламыз. Ол бізде диаметр бөлінген 2 тең 2-ге тең. Так, мына жер менде 2 болады. 2-ның кубы 8-ге тең, 8 көбейтілген 4 бөлінген былай 3 болады. 8-ді 4-ке көбейтсек 32 пи бөлінген 3 болады. Мынау бізде екінші жағы қорабымыздың ауданы, мынау бізде бірінші қорабымыздың ауданы болды. Енді мен не істеймін? Бағанағы n-дерді тауып алайын. Мен бағана қалай таптым? Яғни мен бағанағы көлемім
қатынасын табайын. В-ны көбейттім жаңағы n-ға, дұрыс па? Осында осылай істеймін, n-ға көбейтемін. Біріншінде бізде қалай шықты? 2304 пи шықты. Келесін мен аламын да, мына жерде менде не болады? 32 бөлінген пи көбейтілген 3 белгілі бір тоже құраптың ішінде жатыр, белгілі бір шар санына көбейтілді. Мына пилар қысқарады менде. 3-ім үстіне қарай көтеріледі. 2304 көбейтілген 3 бөлінген 32 болып шықты. Сонда менде бұл менің тең бола қояды. Так, сонда 216-ға. Сонда 216 қорапты салған кезде жаңағы диаметрі 4 сантиметр болатын 6 емес, тура осы қорапқа 216 бізде шар сала алады екенбіз. Так, бұл не түсінікті болды ма? Есеп. Сұрақ болса қоя қойсақ болады. Сұрақ жоқ. Все, онда сабақ аяқталды. Шыға қойсаңдар болады.